Hello everyone, how are you? I would like to continue today's session, third grade. Exercise 25, read and fill in. 25-ші жаттығуда таблицаны толтыру керек. Ол үшін what to do, яғни не істеу қажет. Астында мәліметтер көрсетілген. Сол бойынша кестені толтыру қажет. Мысалы, бірінші бағанға қарасаңыз, қатарға қарасаңыздар, choose a number 1 to 80. Яғни 1-ден 80-ге дейінгі сандарды біреуін таңдау қажет, және астындағы өзінің ережелері бойынша орындап кете бересіз. Мысалы, таңдалған санға, бұл жерде 7 таңдалған сан. Соған мысалға add 5, яғни 5-ті қосыңыз дейді. 7-ге 5-ті қоссақ 12. Add 4 және 12-ге 4-ті қоссақ 16. Take away 2, яғни шыққан нәтижеден, яғни 16-дан 2-ні азайтамыз, сонда бізде 14. Add 6, 14-ге 6-ны қосамыз, сонда бізде 20 шығады. Және take away the number you choose at the beginning, яғни өзіңіз басында таңдаған санды қайтадан азайтамыз, яғни 20-дан 7-ні азайтамыз. Сол кезде бізде 13 деген сан шығады. Өзіңіз де осы сияқты қылып сандарды ойлап есепті шығарып көрсеңіздер, бұдан да қызықты болатынына сенімдімін. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз, және сабақты соңына дейін қараймыз. Келесі тапсырма, яғни 26-шы жаттығу, Magic Squares, яғни сиқырлы шаршы деген ойын. Complete with the right numbers. Remembers the numbers each row must add up to 15. Яғни бұл жерде дұрыс сандармен шаршыны толықтыру қажет. Есте сақтаңыздар дейді. Яғни әр қатардағы бағандағы сандардың қосындысы 15-ке тең болу қажет. Example, 2 plus 9 and 4 is 15. 4 plus 3 is 7. 7 plus 8 is 15. Енді екінші қатарға қарайық. 9. 9-ға 1-ді қоссақ 10. Енді ортаға бізде 5 деген сан түседі. Сонда бізде 15 деген сан шығады. Бірінші қатардағы сандарға қарайық. Яғни 2, ортадағы санды бұл жерде 7 деп алсақ. 2-ге 7-ні қоссақ 9, 9-ға 6-ны қоссақ 15. Мінекей есептеріміз осылай шығады. Exercise 27. Listen and read. When are the kite festivals in the UK and in Kazakhstan? The Portsmouth International Kite Festivals in August is one of the best kite festivals in the world. It takes place in an open area close to the sea. Әлем бойынша, яғни дүниежүзі бойынша ең жақсы, ең керемет фестивальдардың бірі бұл тамыз айында өткізілетін Портсмаус халықаралық батпырауық фестиваль екен. Яғни бұл фестиваль ашық алаңқайда және теңізге жақын жерде өткізіледі екен. Және мұнда көптеген батпырауықтарды көруге болады, және өзіңіз қалаған біреуін таңдап алуларыңызға да болады. There are also activities for all family, including a children kite workshop. The Portsmouth International Kite Festival takes place on Saturday and Sunday. So make sure you don't miss a great day out. Әр жанұяның барлық балалар үшін ойындар қарастырылған, сонымен қатар осы батпырауық шеберханасы да бар екен. Бұл Портсмаус халықаралық батпырауық фестивалі жексенбі және сенбі күндері өткізіледі. Сонымен қатар осындай керемет тамаша күнді өткізіп алмаңыздар делінген екен бұл мәтінде. Ал енді Қазақстанның батпырауық фестивалі қалай өткізіледі, сол туралы тыңдайық. The International Kite Festival in Astana is in July, and it's a great day out for all the family. Астанадағы халықаралық батпырауық фестивалі шілде айында өткізіледі, және бұл барлық отбасы үшін керемет күн болады. The festival takes place behind the Astana Music Hall, close to the Sil River.
Бұл фестиваль Астана Music Hall'дың арқасында болады және Есіл өзеніне жақын жерде өткізіледі. At the festival you can see some amazing kites that look like whales, owls, and crocodiles. Бұл керемет фестивальдан китке ұқсаған, үкіге ұқсаған және крокодилге ұқсаған керемет батпырауықтарды көре аласыздар. There are also kite building classes and kite masters who show children how to fly a kite. The International Kite Festival is the perfect way to spend summer's day with the family. Және мұнда батпырауық құрастыратын сыныптар және батпырауықтың шеберлері бар. Олар батпырауықтың қалай ұшырылатыны туралы балаларға көрсетіп отырады. Бұл фестиваль әр отбасының жаздық күндерінің тамаша өткізуінің керемет жолы. Мінекей балалар, өте қызықты мәтін екен. Ал енді 28-ші жаттығуға қараймыз. Draw a kite. Суретін салыңыздар дейді батпырауықтың. Compare it to your friends. Өзіңнің достарыңмен бірге салыстыр дейді салған батпырауықтың суретін. Салыстыру жұмыстарын жүргізбес бұрын мына жаңа сөздермен танысып алайық. Long tail, ұзын құйрығы, big, үлкен, bright, жарық, funny, күлкілі, nice, керемет, тамаша. Енді мына суретке қарасаңыздар, екі баланың батпырауығын салыстырмалы түрде сөйлем құрап көрейік. Көк киімдегі бала былай айтады. My kite has got a longer tail than your kite. Менің батпырауығымның құйрығы ұзын дейді, сенікіне қарағанда. Ал ары қарай осы сурет бойынша сөйлем құрап жалғастырып көрейік. My kite is bigger and brighter than yours. Менің батпырауығым үлкенірек және жарығырақ сенікіне қарағанда дейді. Бұл сары киімдегі баланың әңгімесі екен. Ал ары қарай, My kite is the funniest in this festival. Менің батпырауығым осы фестивальда ең күлкілісі дейді. Яғни бұл көк киімдегі. Ал соңғысы сары киімдегі баланың әңгімесі. My kite is nicest than your because flies very fast. Менің батпырауығым сенікіне қарағанда өте тамаша дейді. Және ол өте жылдам ұшады. Ал енді балалар осы келтірілген мысалды өздеріңізге үлгі ретінде алып, сурет салып, осылай сөйлем құрап көріңіздер. Және каналға тіркеліп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта ТЖБ және басқа сыныптардың сабақтары да шығатын болады.